Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі күшті болып піскен бақша қызанақтарын мұздатқышта сақтап алу әдісімен бөлісетін боламын. Ол үшін қызанақтарымызды жақсылап жуып, осылай шеңбер етіп кесіп аламыз. Екі шетін алып тастаймыз. Қызанақтың осындай етті түрін алған дұрыс. Қыста мұздатқышта сақтап алғанға өте ыңғайлы. Өзіме қажетті қызанақтарды толықтай кесіп болдым. Мен тоңазытқыштың бір жәшігін арнайлап босатып алып, астынан целлофанды қойып, тураған қызанақтарды осылай қойып орналастырып шығамын. Жалпы қызанақты әртүрлі қылып турап, сақтап алсаңыздар болады. Қызанақты осылай 4-6 бөлікке бөліп турадым. Жаңағы мұздатқыш жәшігіндегі қызанақтардың үстіне целлофан қойып, қатарластырып орналастырып шықтым. Маған осылай ыңғайлы. Әрине, әр үй бекесінің көкөніс қатыру әдісі әрқалай. Үстін тағы да целлофанмен жауып қоямын. Сонан соң бір тәулікке мұздатқышқа салып қатыруға қоямын. Бір тәуліктен соң қызанақтарымызды осындай зип пакетке салып мұздатқышта сақтаймын. Дәл осындай пакет болмаса да, одноразовый пакетке де сақтауға болады. Астыңғы қатардағы дөңгелектеп туралған қызанақтарымызды да бөлек пакетке салып сақтаймын. Қыстың күні кез келген тағамға қосуға болады, бір-біріне жабыспайды және алуға да оңай болады. Баршаңызға міндетті түрде қатыруға кеңес беремін. Видео сізге пайдалы болса қуаныштымын. Каналдағы басқа да видеоларды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп қоңыраушаны басыңыз.